Армысыздар ме құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ғұн тайпаларының бірігуі, екінші сабақ. Мөде Шанью. Біздің заманымызға дейін 3 ғасырда Орталық Азияда ғұн немесе Хунну мемлекеті құрылды. Мөде ғұн мемлекетінің іргетасын нығайтқан билеуші болды. Ол бытыраңқы руларды біріктіріп, өзін ғұн мемлекетінің билеушісі ретінде жариялады. Ғұндардың жоғарғы билеушісі Қытай деректерінде Шанью деп аталған. Мөде Шанью ғұн мемлекетін біздің заманымызға дейін 206-174 жылдары басқарды. Ол қатал тәртіп орнатып, әскерді қайта жасақтады. Мемлекеттік аумақты әскери жүйемен оң, сол және орталық қанаттарға бөлді. Оң және сол қанаттарының ру әскерлерінің басшылары Шаньюдің ұлдарынан немесе туысқандарынан тағайындалды. Ғұн руларын ақсақалдар басқарды. Ақсақалдар жылына 1 рет халық жиналысын өткізіп отырды. Онда жорық, салық, жер және тағы да басқа мемлекеттік мәселелер талқыланды. Халық саны өсті. Жол бойына бекеттер салынып, жарлықтарды еткізетін шабармандар жұмысы ұйымдастырылды. Бір қарыз жер туралы аңыз. Ғұндардың көршілері дунхулар ғұндардың жерін тартып алуды ойластырды. Осы мақсатпен 2 рет елшілерін жіберіп, Мөденің арғымағы мен әйелін беруді талап етеді. Мөде, арғымақ пен әйел халқымның садағасы алсын деп бергізеді. 3-ші келгенде, малға қолайсыз бір қарыз жерді беру талабын қояды. Мөде, 2 талабын орындадым, арғымақ та, әйел де өзімдікі болады. Жер жақсы болса да, жаман болса да, халықтың игілігі, халыққа жерді Тәңір берген. Жер мемлекетіміздің негізі мен ырысы. Оны қалай береміз? Деп қатты ашуланады. Содан соң дунхуларға қарсы жорық ұйымдастырып, оларды талқандап, жерін иеленді. Мөде бастаған ғұн әскері Саян, Алтай, жоғарғы Енисей өңірлері тайпаларын талқандап, жерлерін қосып алды. Ғұндар Байкал көлінен Тибетке дейін және Шығыс Түркістаннан Хуанхэ өзеніне дейінгі аумақты иеленіп, ұлы даладағы көшпелілердің алғашқы ірі мемлекетін құрды.